Мақсатты қалай қою керек? Негізгі ережелер. Жетістік пен мотивация туралы интернетте жарияланған материалдарды зерттей отырып, мен мақсатты қалай қою керектігі тақырыбы жылдан жылға өзектілігін жоғалтпайтынын анықтадым. Біздің әрқайсымыз өзінің барлық армандарын тез және қиындықсыз жүзеге асыратын, кез келген жүктелген міндеттерді шеше білетін табысты, нәтижелі адам болғымыз келеді. Сонымен бірге шындық мынада: кейбір түсініксіз себептермен ең көп еңбек талап ететін мақсаттарды да ұзақ уақытқа дейін жүзеге асыруға болады. Мақсаттарға әрдайым қол жеткізу үшін оны қалай қою керектігі туралы өз пікіріммен бөліскім келеді. Тиімді мақсаттарды қалай қою керек? Біз шынымен қол жеткізгіміз келетін мақсаттардың ғана тиімді болатындығын түсіну өте маңызды. Егер адам шын жүректен автокөлік алғысы келсе, ол сөзсіз сәттілікке жетеді және бастапқыда жоспарланғаннан әлдеқайда жылдам болады. Қол жеткізуге болатын барлық мақсаттар әрдайым дерлік басымдылыққа ие бола бермейді. Біз өз энергиямызды осындай міндеттердің айналасында жинамаймыз. Күнделікті мақсаттарды жүзеге асыру туралы тіптен ойламаймыз. Сондықтан нәтижеміз шамалы немесе тіпті нөлге тең болады. Мен сізге бір мысал келтірейін. Адамдар өзінің шетелге барғысы келетінін айтады, бірақ солай айтып жүргеніне 20 жыл болды. Сіз ол адамға мына сұрақтарды қоя отырып, оны аяп кетесіз. Онымен жанашыр бола аласыз. Тіпті керісінше, істің нақты жағдайын көрсететін бірнеше сыпайы сұрақ қоя аласыз. Мысалы, ол адам нақты қайда барғысы келеді? Апаратын турагенттерді тым болмаса іздестіріп көрді ме? Армандағы саяхаты қанша тұрады? Және тағы басқалары. Нәтижесінде адамның әңгіме тақырыбы бойынша ешқандай ақпараты жоқ болып шығады. Іс жүзінде шетелге саяхаттауға қызығушылық танытпайды. Оның барлығына айтқан тілегі жалған және шынайы емес. Көбінесе мұндай жалған мақсаттарды сән үшін, әлеуметтік әдеттер және стереотиптермен таңдайды. Біздің елде бұл бақытты және табысты адамның шетелге демалуға саяхаттайтыны соншалық. Демек, демалу үшін басқа елге баруға деген ұмтылыстарымыз туралы әңгімелескен кезде біз өзгенің пікірін өз өмірімізге ұсынамыз. Сол арқылы біз шынымен қажет мақсаттарды жүзеге асыруға итермелейміз. Қуанышты және бақытты адам болу үшін барлық тілектеріңізді қайта қарап шығуыңыз керек. Егер сіз тек өзіңізге қажет нәрсеге ғана назар аударатын болсаңыз, онда сіз сәтсіздіктерге тап болуыңыз ықтимал. Қалай дұрыс қою керектігі туралы сізге осы видео ұнады деп үміттенемін. Сізге бақыт пен тек жақсылық тілеймін.